Бізді жа тікелей эфирде отырды ғой, Алматы облысының әкімі. Соған бағытталады осы. Өткен аптада ғана мен өңірден келдім. Сапарда мектептің жайын айтып жатсыздар ғой. Мен сіздерге бір сұмдықты айтайын, біз бар мектептің өзін сатып жатырмыз қазір. Мына Алматы облысы Қарасай ауданы, Шалқар ауылында Ломоносов дейтін орта мектеп болған. 250 балаға арналған. Соңғы жылдары толығымен капиталды ремонт жасалды. Жаңадан спорт залын салып берді. Бүкіл ауылдың балалары қуанып жүргенде, сол ауылды мектебін сатып жіберді жеке қолға. Ол кім сатады? Соқта әкімдік сатады, басқа кім сатады? Ол біреуден алған 15 миллион теңгеге сатқан, содан цепочка кеткен, ол біреуге 80 миллионға сатқан. Прокуратураға айтым, қайда қарап болсыңдар деп, шамамыз келмейді дейді. Сот біздің шағымызды қабылдамайды дейді. Сол ауылдағы құлайын деп тұрған үйдің өзі 17 миллион теңге тұрады. Бұл сұмдық нәрсе ғой, бір үлкен мектепті 15 миллион теңгеге сатып жіберген деген. Сондан Алматы облысының әкімі бұл қай әкімнің тұсында қалай сатылғанын анықтау оңай емес, бәрін біліп отырмыз. Осы тез арада қайтарыңыздар, әйтпесе бүкіл фамилияның соңына жетем. 2 ай уақыт береміз. Рахмет.